Арнама қош келдіңіздер. Бүгін лаваштан орама жасаймыз. Яғни тартылған ет пен ірімшіктен дәмді рулет. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен Назик Кук өте дәмді болады. Ал онда бастайық. Тартылған етке бір жұмыртқаны жарып, кішкене тұз қосып, дәміне қарай дұрыстап араластырамыз. Ірімшікті үлкен үккіштен өткіземіз. Лавашымыз 3 дана болғандықтан сары майды көз мөлшерімен 3-ке бөлесіздер. Сары майдан кейін лаваштың бірінші бетіне ірімшікті салып шығыңыз. Енді лаваштың екінші бетіне тағы да сары майды жағып шығып, бүкіл тартылған етті салып шығыңыз. Үшінші лавашқа қалған соңғы сары майды жағып, ірімшікті қосыңыз. Отбасыңыз жасыл ас көктерді жақсы көрсе, оны да салуға болады. Енді лавашымызды рулетке айналдырайық. Орап-орап қаттырақ тартыңыз. Сол кезде әдемі рулет боп шығады. Енді жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, бетіне жағып шығыңыз. Күнжіттен де сепсеңіз болады. Алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа 30 минутқа жіберіңіз. Мінеки лаваштан жасалған орамамыз дайын болды. Өзіңіздің талғамыңызға қарай, ұнайтын кез келген салманы салып, жасап көрсеңіз де болады. Орамаларыңызды әдемі ғып кесіп, ыстық күйінде беріңіздер. Тіске басар ретінде де, таңғы асқа да. Егер бейне рецепт ұнап жатса, тіркеліңіздер. Сонда менің жаңа рецептерімді жіберіп алмайсыздар. Аяғына дейін назарлағаныңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.